түсім екен ғой. Шошқа. Қайсың досым? Не болып тұрың бір туралы? Қорқыныш түс көрдім. Не туралы? Там құбыршықтар, жылан. Түсінбедім өте бір шошуым енді. Түсін жоқтың ене ма? Кімге? Білім қыздарын сұрап көрейік та. Бол, дай звондап көрсек. Бол. Қайда жүрсіңдер? Мына жерді шалап кеттік қой. Тұрмыз ғой алдыңда, не болды соншама? Соны айтам, адам деген амандаспайтын беді бірінші. Жай қыздар ұрыспайықшы. Сәлем, қалайсыңдар? Сонымен неге шақырдыңдар? Біз сендерден бірдеңе сұрайын дегенбіз. Неге байланысты? Түске байланысты. Былай ғой, мен бүгін қорқынышты түс көрдім. Соны жорықтайын де. Оның бізге не қатысы бар? Қатысы бар, бізді түс жорит деп естіп пе едің? Жоға, Біз сендерді түс жоритадан білесіңдер ма деп ойлағанбыз. Иә, білеміз, бірақ біз айтпаймыз. Неге? Өйткені ол бізбен жасты бала, сендер оған сенбейсіңдер. Немесе оны мазақ етесіңдер, ал біз оны қаламаймыз, ол жақсы бала, өте жақсы бала. Мақтағандарыңа қарағанда бізге де ұнайды деп ойлаймын. Иә, маған ұнап тұр. Телефон нөмірі бар ма? Менде оның номері жоқ, білесің сенде ше. Мен өшіріп алыппын. Сонда мақтағандарының адамдарының телефон нөмері де жоқ па? Өшіріп қалыпты деймін. Араласамыз деген жоқпыз ғой, жақсы бала дедік қой. Хотя бы атын айтыңдаршы. Мұхаммед-Али. Неге олай? Оның өйткені аты арабша. Арабша болса да әдемі есім. Ол өте жасырын жүреді. Сәби кезінен бастап қаладан қашып тұрады. Қалай сонда? Мұхаммед-Али үнемі тауда жүреді. Табиғатта сөйлемдеген тынасады. Мүмкін бізде тауға барамыз? Иә, ол күнде ертемен тауға барады. Таңертең біз де бірге тауға барайық ендеше. Қалай ойлайсың досым? Мейлі, барайық. Таппасақ та бір өзіміз демалып қайтамыз. Иә, жақсы болайық. Онда біз кеттік. Таңғы сағат онда осы жерде кездесейік. Бол, келсін. Қалайсыңдар қыздар? Сумкаларыма толтырып не алып аласыңдар? Билік болады ма әлде? Сендерге емес, өзімізге әрине. Сендер үшін дін алмаған шығармыз енді. Ашуланып шығасыңдар осы өмір. Бұларға ештеңе айтуға болмайды досым. Қыздар, Мұхаммед-Али қандай өзі? Оны бөлініп іздесек қалай танимыз оны? Айта алмаймын, одан да екіге бөлінейік. Сен, мен және Нұрислам мен Гүлназ. Қалай? Иә, солай дұрыс болады. Оны тауға жеткен соң көреміз. Бірінші демалып өзіміз серуен деп айтамыз ба, әлде бірден Мұхаммед-Алиді іздейміз бе? Меніңше бірден іздеген дұрыс. Жарайды, бірінші тапса хабарласамыз. Дарын, енді екеуміз оңғы жаққа кетейік.
Дарын, Ау, қандай түс көріп едің? қорқынышты десем де болады. Айтсаңшы дұрыстап. Түс жорататын кезде естисің ғой. Ол бұл жерде жүрмесейші. Онда түс түлкінің кезегі жесем болады. Жоға, дұрысы жақсы жорық деп айту керек қой. Қалай болса да Мұхаммедәлиді тапсақ дұрыс болар еді. Гүлназ, сені суреткесуге келдің ба? Миллион рет түстің ғой. Той не болды соншама әдемі жерде түсіп алу керек Алдың қой. тауып алайық санап алам. Кім еді аты? Мұхаммедәли, Сендер мені іздеп жүрсіңдер ме? сәлем Мұхаммедәли. Сен негіз досың іздеп еді. Ол кім? Мен қазір хабарласып шақырайын. Сендер мені қайдан Сені танисыңдар? қыздар айтты. Гүлназды танымадың ба? Таныдым. Менің анам келіп түс жортамаймын. Анаңа? Сен емес па не жорайтын? Түсінбедім. Олар бізге сен түс жорит деп айтты ғой. Сол үшін іздеп келдік. Мен анам сияқты жори алмаймын. Қиын түспе. Білмеймін. Қазір досым келіп айтады ғой. Олар келе жатыр, олар келгенше шай алайық. Жақсы. Сендер кәдімгідей дайындалғансыңдар ма? Соны айтам, шамына сен үшін алайын Мұхаммедәли. Жоға, біз өзімізге ғой. Дарын, түсіңді айтасың ба? Жеке өзіңе айтсам. Біз сенімен ерте тұрып қаншама жол жүріп ізде уақыт кетірдік қой. Білейік та бізде. Соны айтам, тезірек айтшы одан да. Дарын отырып асықпай айтып берсейші. Жарайды, бәрібір түс қой. Түс кейде аян немесе белгі болуы мүмкін. Қараңдаршы, түстерінде андай бір жерден құлап бара жатқандай сияқты боласыңдар ма? Құлай бергенде оянып кетесіңдер. Охо, менде көп болады ғой досым. Менде ғана солай ма деп ойлаушы едім, олай емес екен ғой. Ондай түс бәрінде болады. Мен солай құлап бара жаттым, бірақ оянбадым. Мені үлкен айдағар қағып алды. Ол мені таудың үстіне қойды. Көзімді ашқанымда көзіме тақап тұрып құс ұшып кетті. Шошып кеттім, көзімді тарс жұмдым. Қайта аштым. Айналаға қарадым. Бір кезде дыбыс шықты. Аяқ жағыма қарасам, жылан оралып келе жатты. Қатты шошығаным соншалықты терлеп ояндым. Сен кәдімдегіні көріпсің ғой. Өзім көргенде қорқып кеттім ғой. Жоқ, керісінше жақсы. Бұл түстің жақсылықпен жоримын. Ойнайтын ештеңе жоқ. Айдағар сенің арқа сүйер әкең. Ойыңа алған нәрсеңді әкеңнен қорқатын ашық айта бер. Ол қолдайды. Құз аяғынан шалғасы келген адам. Бұл сонда менің алда өтетін олимпиадаға қатысты болған ғой. Мүмкін. Қорқатындай болмаса жақсы екен, әйтпесе бір жағдайға ұрынама деп қорқып кеттік. Рахмет саған. Түсті керемет жорит екенсің. Оқасы жоқ. Енді бәріміз жақсы дос болатын болдық. Біздің арқамызда таныстыңдар. Мен кетейін, нөмірімді алдыңда. Рахмет саған. Дос болып араласайық. Біз айтқандай жақсы бала ма екен? Кеш болған сияқты үйге қайтамыз ба? Я, жиналайық. Тоңдықта қалдық. Менің телефон отырып қалды. Такси шақырыңдаршы. Қазір мен шақырайын. Ертең саябаққа пикник жасайықшы. Бүгін дайындалғанымыз теке кетпесін. Жақсы. Я, кешкілік болсыншы. Біз не керек? Көтесейтін бірдеңке алып келсеңдер болды. Құп болады.
күштер жасап қойдыңдар ғой қыздар. Қолдарына дерт бермесін. Рахмет, осылай жиі жиналып тұрайық. Я алдағы демалысымыз текке өтпесін. Айтпақшы, Мұхаммедалиді шақыру керек еді. Хабарласып көрейік пе? Өздерің біліңдер, маған бәрі. Әрине, ол тағы да жүрмесе келу керек. Өшіп тұр. Демек, ол тауда жүр. Айтпақшы, кеше мен әкеммен сөйлестім ғой. Ол олимпиадаға қатысуына қарсы емес. Керісінше қуанды. Мен қорқып жүр едім. Мұхаммедали дұрыс жорытты. Құтты болсын досым. Енді жеңіспен рол. Міндетті түрде. Мұхаммедали айтқандай, аяғыңнан шалатын біреу болмасын. Ол құсты солай айтты ғой, бірақ қорықпа деді. Ескерем ғой, басты өзіне сенімді. Жарайсың. Кеш болып кетіпті, жиналайық. Анам іздеп қалатын болды ғой. Қыздар, сендер шығарып салайық па? Жоға, такси шақырамыз ғой. Уақыт күшті өтті. Жиі шығып тұру керек екен. Ертең сабақ қой. Бәріне сәттілік. Сендерге де сәттілік. Жолыққанша. Қайсың? Жақсы өзің? Жақсы сол. Сен де жүрсің бе? Таңертең қалдырмай жүгірем. Мықты, бүгін саған өзім хабарлашпақшы болған едім. Өзің келіп қалсаң. Не үшін? Рахмет айтып үшін. Үстіңді жорған үшін бола ма? Сен жақсы жортпасаң, мен қорқып жүретінмін. Қорқасы жоқ. Қуаныштымын. Мен олимпиададан орын алдым. Құттықтаймын. Сенің бергеніңе рахмет. Бәрі өзің арқан. Бұрын түс жору дегенге сенбеуші едім. Сен арқаңда сендім. Тек түсті жақсы жору керекпін. Дұрыс айтасың.